Әй, бүгін тіпті кеш келдің ғой. Ой, жеңгем Наурыз көжеге шақырып еді. Алыс жер емес, күйеу баласына бір кесе беріп жібермеді ме? Есен не тұрып қалған тісін шұқып жамбастай жатты. Апа, сүт бейші деген баласына сүт құйып беріп отырған бейбі күйеуінің жүзіне қарады. Жанарында айтсам ба, айтпасам ба деген екі ұшты ой тұр. Мына баланы айтам. Жасы 4-тен асып 5-ке бара жатыр. Тілі әлі анық емес деді, сөзінің артын жұтып. Есен әйеліне қарады. Әй, өткенде докторға апарып ғой. Ауданға сілтейді. Логопед деген маманға көрсет дейді. Әй, қойшы деді Есен. Әдетінше тағы да жамбастай түсіп төбеге қарап. Менің де тілім кеш шыққан. Әкесіне тартқанда? Бейбі бұдан кейін үндеген жоқ. Есен қаламады ма, оны ешқашан көндіре алмасын біледі. Ана жүрегі баласының болашағын ойлап сыздап тұрса да іштей тынып, дастархан жинауға кірісті. Ал, жиналыңдар деді Есен, есіне әлдене түскендей орнынан ұшып тұрып. Тыныштық па? Тыныштық, жеңгеңнің көжесін ішіп қайтайық. Бұлай болсын деді, көлік ішінде келіншегіне күле қарап. Жеңгеңнің көжесін ішіп болған соң, сен оларды әңгімеге айналдырып отырасың. Мен бір қойын алып үйге келіп тастайын. Бейбі шошып кетті. Денің сау ма? Неге? Балаңның тілі шықсын десең солай істеуге тура келеді. Қалғанын кейін түсініп жатарсың. Бейбі ештеңе түсінбеді. Дегенмен жанарында бір үрейдің ұялаған анық. Бұлар барғанда күтіп отырғандай-ақ қайын жұртының қақпасы тез ашылды. Жеңгесі әдетінше алдымен шайын, кейін Наурыз көжесін алып келді. Әй, жеңеше-ай, қолың бал ғой сенің. Мына қайын сіңіліңе де осылай дәмдетіп тамақ пісіруді үйретсейші деді, әзіл шынын араластыра қалжыңдап. Көңіл шын айтып отырғаның ғой. Әйтпесе қайын сіңілімнің қолы менің тамағымнан да шырын шығар сен үшін деді, жеңгесі де әзілдей күліп. Көже ішіліп болған соң әңгімеге көшті. Сендер әңгімелесіп отыра тұрыңдар, мен барып бензин алып келейін деген Есен жылдам шығып кетті. Ештеңеден сезіктенбеген аға жеңгесі мұның тілі шала баласының сөзін қызықтап әлек. Ұйтқытып кетіп, ұйтқытып келген Есен, ал біз кетейік деді асығып. Ай, тағы да кішкене отырғандарыңда болар еді деп бәйек болдыра қалды. Рахмет, отырдық. Көжеңіз дәмді болған екен. Ертең түсте біздің үйге тамаққа келіңдер деді кетіп бара жатып. Не істедің деп сұрады сәл ұзаған соң Ақбибі. Үйге апарып қойдым. Ертең таңертең ерте сойып қазанға салайық. Түске үлкендерге де айтып жіберейін. Не олай етіп жатқаныңды түсінсем бұйырмасын. Біреудің малын ұрлап, Құран оқытқаны несі-ай? Ертең түсінесің. Осымен сөз бітті. Ертеңіне ағасы бар сырын ішіне бүгіп үнсіз келді. Жеңгесі болса әдеттегіше самбырлай кірді. Әй, жұрт тынышта не қылған ұр десейші, кеше түнде қойымызды ұрлап кетіпті. Тағы ішіндегі еңсемізін алып кеткенін айтсаңшы деп күйіп пісіп отыр. Ештеңе етпейді, алса бөтен алмаған шығар деді ағасы. Дұрыс айтасыз деді Есен де сөзді іліп әкетіп. Марқұм әжем 90-нан асып көз жұмды. Ол кісі өте ақ көңіл, әрі жомарт жан болатын. Иә, Зиба кемпірді білеміз ғой десті отырған кісілер бастарын шұлғып. Баламыз, қой жайып жүріп, ойынға алданып кетеміз деді Есен, сөзді алыстан орағытып. Сөйтіп, кейде бірлі-жарым қойымызды жоғалтып аламыз. Әкем ұрысып, іздеуге аттанбақ болса, әжем марқұм үнемі, қой балам, кетсе бөтенге кетпеген шығар, осы ауылдың адамы ғой дейтін. Сонда деймін, ізін іздеп соңынан қумасақ та, ертеңіне немесе 3-4 күн өтсе де әлгі адамдардың өздері қорамызға айдап әкеліп беретін. Иә, ала жіптен аттамауда үлкен сын ғой десті отырғандар. Менің тілім кеш шыққан екен. Мектепке барғанымда да дұрыс сөйлей алмайды екенмін деп, Есен сөзін жалғады. Мұғалімдер мектепке алмаймыз деген көрінеді. Сонда әжем әкемді ұрлыққа жіберген әлі есімде. Ұрлыққа деген сөзді естіп, дастарханның басында отырғанның бәрі Есенге қарап қалыпты. Мұна баланы мектепке алмаймыз дейді. Докторға көрсету керек деген әкеме әжем, докторыңды қой, одан да мұның нағашысын қонаққа шақырып кел, қайтарыңда бір қойын ұрлап кел, өздері білмесін. Содан әкем әрең дегенде әжемнің айтқанына көніп, әйтеуір нағашымның қойын ұрлап келгені әлі есімде. Сол қойды сойып, көтенішегімен мені қылқындырған сияқтарымын жасаған. Әжем марқұм үнемі сол қызықты айтып отыратын. Нені меңзеп отырғанымды түсінген боларсыз аға деп Есен әңгімесін аяқтап қайнағасына күле қарады. Иә деді қайнағасы да күліп, ішім сезіп еді-ау. Десті отырғандар. Ем болсын,
Онда таңнан бері ойбайлап жүргенім ұят болған екен ғой, деді жеңгесі ұялып. Иә, нағашысының малының көтеншегімен қылқындыратын ырымы болушы еді. Дұрыс, деді Төлен ақсақал сөзге қосылып. Оны білдірмей ұрлау керек дейді. Бұрынғылардың ырымы қырын кетпеген ғой. Олар да өмірден алған ғой. Уақыт сүзгісінен өтіп, әбден сұрыпталып бізге жеткен жәдігер ғой. Қане, сол баланы әкеліңдер, таңдай берейін. Сөйлемек бұлай тұрсын, таңдайы тақылдаған шешем болсын деп, Есеннің баласын алдырып алдына отырғызды. Алайын Есен, мына ұлыстың ұлы күнінде өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді жандырып отырсың. 70 жыл бодан боламыз деп санамыз уланып, талайымыздан айырылып қалдық қой. Бұрынғыларды көрген, өнегесін алған біздің өзіміз, ата-бабаның өнегесін сендерге бере алмай келеміз. Ескінің сарқыншағы деп есімізді ұмыттық, естілігімізден айырылдық. Біле білгенге ата-бабаларымыздың әрбір сөзі мектеп екен. Оны біз дұрыс түсінбеппіз. Ал бүгін келіп, жастар бұзылды деп, бүгінгі ұрпақты кінәлаймыз. Қарап отырсам, біздің өзіміз оларға мектеп бола алмаппыз. Міне, сенің әжеңнің мектебін көріп отырмыз. Тіпті сол кезде 5-6 бала болсаң да есіңде қалыпты. Сол қазақылықты есімізге салып отырсың. Марқұм Зиба кемпір бір онап қалған шығар-ау. Ал біз ертең немереміз не деп еске алады екен деп ойлап отырмын қазір. Пенсиямызды алғанда берген балмұздағымызбен еске ала ма? Әй, қайдам! Төлен ақсақал тебірене сөйлей жөнелгенде, жағалай отырған шал кемпір түгел үнсіз бас изесті. Өмір айнасы тобынан алынды. Оқыған Сұңғат Ғазиз.